Ал екінші жұп ақындарымыз Мәбес Байрон, Павлодар облысының ақыны. Мәбеспен айтысатын Аягөз Абдуалиева, Ақмола облысынан. Қыз бен жігіттің айтысын тамашалайық. Ордалы оңтүстігім, оң қанатым, солтүстік Павлодарым, сол қанатым. Батпандай бақ ұялап басымызға, батыс пен шығыс болдау қол қанатым. Қаратаудың бауырына ақындар кеп, қар өлеңнің сәлемі жолданатын. Бәйдібектің аулына басым дейдім, бәйгенің алдын көріп қомданатын. Қайырқандай қайсар ел аман бісін, қаруын отырар деп қолға алатын. Әншінің бәрі бірдей бола бермес, шәмшідей жүрегіммен толғанатын. Ассалаумағалейкум, оңтүстігім тудырған небір палуан көк жалақын. 21-ші ғасырға аңыз болып, 20-сында бекзаттай топ жаратын. Қалайсың қазымдағы кішкентай қыз, дейсіз ау махаббатқа кішкентаймыз. 20-ға жасын енді толған екен, тағы да күте аламыз 3-4 ай біз. Қолыма ер жігітше туалдым ғой, қайтадан серілігім сыналдым ғой. Қыздауылдың маңына кісін етіп, атымды талай келіп суардым ғой. 40-тың жартысынан асқаннан сон қыздарға қырындауды шығардым ғой. Бүгін тағы жаныма ару келіп, бір талай иығыма жүк алдым ғой. Сары қызды көргенде сақынадан, сарарқамды көргендей қуандым ғой. Ұмытып кетіппін ғой гүл алуға, уақыт жоқ жарайды оны суаруға. Қазылар қызбен жұптап күшті қыпты, көзім кеп сәл қалып ем қуаруға. 20-дағы жас қызбен айтысат деп үй іші менен қатты қуануда. Олай болса көсіліп бір шабайын, күнде келіп жатқам жоқ бұла-бұлға. Шәмшіге ән шығартқан арысқа кеп, жыр шығармай не бопты бір аруға. Сүйеніп қолымдағы кәрағашқа, сүйіп қалған жандаймын өлі ағасқа. Қалың елдің қасында қосылсақ біз, қалың малға болады қара қасқа. Қыз мұратын орындар, жасқа жеттің сондықтан, ала тонды ала қашпа. Бір қыздырып кетейік көрерменді, бір қызық айтыс жасап баралашқа. Сары қызды жаныма ертіп алып, шіркін барып қайтса ғой Сарыағашқа. Пернесі домбырамның оң терілсін. Армысың шырайлы жұрт Шымкентім, көңілің көркем жырға көмкерілсін. Азаттықты дәріптеп ақындарың, сөзімен серттерімен семсерілсін. Тәуелсіздік тойында төленермен, шаттықтың шалқар күйін шерте білсін. Шапалақтап отырсаң қыздарыңның, екі ауыз өлеңіне ел семірсін. Азаттыққа арналған айтысыңда, таңдайдан жыр маңдайдан тер төгілсін. Шымкентім бәрің асыл шынарсыңдар, қашаннан төлі
төлөнерге құмарсыңдар. Көкшетаудан ақ сәлем ала келдім, ал енді саулығымды сұрарсыңдар. Мен сенің өзің туған қызыңмын ғой, шабыт беріп шапалақ ұрарсыңдар. Шет жақта білім іздеп жүрсем дағы, мен үшін ең бірінші тұрарсыңдар. Қыздарын қорғамаған ел оңбайды, мұны баба сөзі деп ұғарсыңдар. Шеттен шығып жатса егер мына жігіт, шетке шығарып алып ұрарсыңдар. Ай, бірақ өздеріңде мынау тисе, қарап тұра бермейтін шығарсыңдар. Ай, армысың мәрес дейтін асыл батыр, айтыс деген төлөнер асыл көпір. Келе сала қырыңдап қоқаңдамай, қонағым алдыменен басылып отыр. Мен негізі осы өлке қызымын ғой, сондықтан сөзді бастан асырма құр. Бәрібір дұрыс жауап ала алмайсыз, сахнада босқа сарнап шашылма құр. Әйтпесе қызымызға тиісті деп, арт жақта 2-3 бала ашулы отыр. Аз десең жерде жатқан қызым жоқ деп, ұстазым Қажымұхандай асылды отыр. Маржан анам қазының басында отыр, бір жанағам қасқайып қасымда отыр. Байқасам Анардай әпкемді отыр. Ақжан мен Бекжан дейтін досымды отыр. Сондықтан мәрес Байрон ұят болады, ойыңа келгенді айтып тасынба құр. Оңашада айтпасаң ондайыңды, отбасымның барлығы осында отыр. Шымкентім қашаннан да зор мекен ғой, табалдырығының өзі де төрге тең ғой. Осы өлкеге айтысқа кеп отырған жанымдағы мәресте ербекем ғой. Келе сала сүйемін күйемін деп, тілі де су төгілмес жорғы екен ғой. Махаббатқа мас болған Мәжнүндейін, байқасам әжептәуір шерлі екен ғой. Бірақ та бір сөзіңіз ұнамады, демеймін оныңызды оңды екен ғой. Бір ай бұрын айыммен айтысқанда, қара қыз деп жырлауың өрлекен ғой. Ал мені Сарыарқаға баладым деп, одан соң Сарыағашқа барамын деп, аз болса сары қызды аламын деп айтқандарың бір түрлі өңдекен ғой. Сары қыз сары деп қайта-қайта қоймадыңыз, содан басқа сөз білмес сорлы екен ғой. Айымға айтқан сөздерін маған айтып, мәрестің көңілі соған толды екен ғой. Сахнаға шыққанда соперниктің светін біліп алса болды екен ғой. Бар ойы қарындастың оңашада, ал оған ағаларың жол ашама. Отбасымның барлығы осында дейді, үйде сонда қалған ба бала-шаға. 40 үйден қарауын бола тұра, сонда да дәмелісің оңашаға. Оңашада кездесіп олай болса, отау құрып тастайық қарашада. Байқадым көңіліңнің діреткенің, қалшылдап барады екен білектерің. Ләйлімге құштар болған Мәжнүндеймін мен төлеген сүйетін жібектерін. Қазақтың даласынан қашан көрдің сал серінің сұлусыз күн өткенің. Бірін қара ал бірін сары қыз деп, сондықтан еркелетіп гүл еткенім. Білуім бұлай тұрсын цветтерін, жібітіп жіберемін жүректерің. Ақын
Ақындар домбырасын шертпей мекен, ақындар атқа мініп ерттей мекен. Оңтүстіктің балдары жылдан жылға солтүстікке ат бұрып беттейді екен. Серпін мен север жаққа келгендерді қарсы алды құшақ ашып етпей бөтен. Сол жастардың біразы Павылда жүр, сондықтан сәлемін ал серттей бекем. Араласып жатырмыз құраласып, бұл өмір бастан ауып өтпей мекен. Түнімен мақта терген шаруалардай тынбайтын тірліктерін реттейді екен. Сарымсағын көп қосып кәуаптардың самсасына ештеме жетпейді екен. Ұйықтап жатқан қаланы оятты ғой деп қойып, бұлар еңбек етпейді екен. Ұяқ-бұяқ деп қойып арасында ұялып бізде жүрміз етпей бөтен. Біздегі орыс тілін жою үшін сөйтсем 2-3 шымкенттік жетпей мекен. Сарайазы болмаса Сарыарқаның көктемде гүлмен бірге көктейді екен. Шымкенттен адам көшіп кеткенімен адамнан Шымкент көшіп кетпейді екен. Шайырлар шаршы топта шыңдалама, шықшы тауға қарашы шымғалама. Сақасындай құлжаның белгісі бар, сақтардың ізі қалған бұл қалада. Шақардың мәніменен сәні болған Шақырстанды көресің бұл далада. Шымкентте күзде де жаз, қыста да жаз. Аңқытып тұрған оны да тұрған ауа. Зоопарктың жирафын көрер болсаң, оны да көрмеген жан құрғалама. Миллиардтаған Қытайлар жете алмайды, миллион адам тұрған бір қаланы ауа. Бір шауып мына жиын асыңызда, білмеймін өтірік бе расыңыз ба. Аягөз осы ауылдың қыз екен ғой, енді өрге домалайды тасыңызда. Ағапкесі бар екен қазылықта, бәле тілеп алдым ау басымызға. Ол аз болса достарыма ұрғызам дейді, саусағымда тиген жоқ шашыңызға. Келіп тұрған Қажымұқандай ұстазың қарсы болмас, 20-дан асып барат жасыңызда. Келіп тұрған жігітті кері кетірген таңғалайын дедім мен осы қызға. Бір жанды айтып қорқыта берер болсан, бірде бір жігіт қалмайды қасыңызда. Қыздың қазір өз еркін не таңдаса, жігіттің соры оған жет алмаса. Ұрғызам дегенімнен қорқып кеттау, мен үшін ерегеске бет алмаса. Жігіттің болу керек батырлығы, тұлпардан түк қалады екі аунаса. Бір жанды айтсаң бір жігіт жоламайды деп, бір жанды айтсаң бір жігіт жоламайды дейді. Қайтем олар әрекет ет алмаса, мағанда ондай жігіт керек емес. Бір жаннан бері қарай өт алмаса. Бұл дұрыс еді оңашамды, өтіріктен ақымақ бола салды. Сахнаның сыртында жаңа ғана сөйлемей сүмірейіп қала салды. Сахнаға шыққан соң шіренді ғой, қарашада жасайым деп тамашамды. Ағайыннан сұраймын арашамды, ағайыннан сұраймын арашамды. Сары қыз ондайыңа алданбайды, қара қызға айта бер қарашаңды. Көзімді көрген кезде жылынасың, сөзімді естігенде суынасың. Аягөз Сарыағашқа барайық деп, өзіңмен өзің келіп ұрынасың. Ай байқа Павлодардың ақ саусағы, ауылымды көрсең өзің құбыласың. Еркелеп отыруға уақытың жоқ,
еркек боп ерте бастан шынығасын. Картошка, пияз, қарбыз, қауын егіп, мүлдем басқа өмірге бұрыласың. Сатқа еккеніңді базарға сатамын деп, саудагердің бәрімен қырыласың. Қолың күс-күс, табаның тоз-тоз болып, сыланудың орнына сығыласың. Қыздарға қырыңдауға шаман келмей, төсекке жетпей жатып жығыласың. Содан соң сарағаш дегенді естіп, саршынақтай ініңе тығыласың. Ағатайым деп тұрсам жылтың бекен, қарапайым деп тұрсам қылтың бекен. Елде жоқ есіміңді естігенде, деп қалдық Мәрес сенің ұлтың бөтен. Мәрес Байрон дегенді қайдан тапқан, оны қойған солтүстік жұртың бекен. Өйткені келген жерің Павлодар, мақсаты біздің елді құрту мекен. Павел мен Петрді ұран етіп, мақсаты біздің елді құрту мекен. Әй, бірақ бұған оны неге айтамын? Әй, бірақ бұған оны неге айтамын? Ондай Мәрес Байронға мүмкін бекен. Қаланың атын өзгерт дейін десем, баланың өз аты да бір түрліген. Мәрес, бір жауап бер, сонымен аяқтай қойыңды. Мен енді қарсыласпен майдан қылам, қалайша қанжығамды майландырам. Аягөз фамилиямды бір түрлі деп отсың бабасымды айналдырам. Олай болса мен бәрің өзгертемін, осылай отқан елді ойландырам. Қалайша бұл сұрақты жай қалдырам, оған бола сененді басқа тұрма. Қуансан тек айтебір тойдан қуан, Павлодардың атауын Сарыарқа деп, ал сенің фамилиянды Байрон қылама. Мына қыз бағымыз ба, сорымыз ба, жүрегің неге сонша толымызға? Саршынақ секілді тығыласын дейді, келісе алмайды екем оныңызға. Қиярды да егемін, пиязды да, біздің де қауқар бар ғой қолымызда. Неше түрлі себепті ойлап тауып, түсірейін дедің бе торыңызға. Қойшы қалқам одан да қосылайық, біздің де дастан қалсың сонымызда. Арқадан сал бір жан боп кеп тұрғанда, бір жанда бөгет болмас жолымызға. Бәрекелді. Шымкентім қол ұрасын әр ұлына, тұңғыш рет келіп едім бауырына. Олай болса арасында тоқтайықшы, қамшы салмай шауып ем сауырыма. Алтындай пейілдерін деп ұғамын, күміспен қайтарсаңдар ауылыма. Әрбіреуін отырған құрмашсың ғой, қасқырды да басатын бауырына. Бәрекелді, рахмет. Әдемі қыз бен жігіттің айтысы болды. Қазылар алқасы бағасын беріңіздер. Сонау Павлодардан келіп тұрған Мәрес Байронның ұпайы 10, 10, 10, 4, 10, 5, 10, бірыңғай 10. Аягөз Абдуалиева, Ақмола 9, 9, 2, 10, 2, 9, 1, 8. Бәрекелді.